Ассалаумалейкум, қадірменді ағайын. Нұрсұлтан қаласы кәсіподақтар орталығы еліміздің бір туар азаматтарының бірі, ақын, жазушы, мемлекеттік әнұран авторларының бірі Жұмекен Нәжмеденовтың туған күніне арналған жырда жазған, кеңде қазған Жұмекен атты флешмоб эстафетасын Қарағанды облысы кәсіподақтар орталығынан қабыл алды. Толғансам туған жер сен сыйнарым, тірлігім сыйынбасам қиын әлі. Тауың мен рухымды көтер менің, естілсін әнім ойлы, күйім анық. Тартпайды маған біткен тасқын бәсең, жатқанда табанымның астында сен. Ұстатпа домбырамды надан қолға, кеудемді жамандарға бастырма сен. Өнерді өзіңе арнап өрлеткелі, мидан ой, қабақтан тер кетпеді. Өзеннің ойларымен ойлат мені, теңіздің толқынымен тербет мені. Тек саған ғана сүйенемін, топырақ қасиетті киелі елім. Бұталар етегімнен іліп тартпа, шоқалдар қолтығымнан сүйе менің. Ендігі кезекте жырда жазған, кеңде қазған Жұмекен атты флешмоб эстафетасын Алматы қаласы кәсіподақтар орталығына жолдаймыз.